Анары осы Қонаевта болған оқиғаға қатысты осы Жанқоштан күдіктенеді. Жанқош осы адамды жіберуі мүмкін деген секілді. Осыған байланысты не айтасыз? Бұл дерек бойынша бізден жаңағы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасындағы арнайы статистика мекемесіне сұраныстар жіберілген болатын. Осыған байланысты біз әлі оған жауап алған жоқпыз. Егер де жауап алған кезде, осы деректер бізде болған кезде, біз сіздерге ол комментарий береміз. Бірақ та енді Жанқош адам жіберіп, ондай нәрсе істейді деп, ондай жігіт деп ойламаймын. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Бір сұрақ Анарудың отбасына осы оқиға басталған кезде кім хабарласып арызды алып тастау өтінді? Бізде сондай дерек бар. Біз Жанқоштың жағынан ондай ешқандай әрекет жасалмаған. Өйткені Жанқош өзін арызы бойынша жалған деп есептейді, өзін тазамын деп есептейді. Осыған себептен оғында ешқандай негізі жоқ. Кешірім сұрап, немесе арызын алып тастау туралы өтініш жасауға.